Бауыр деген тікен сондай бір құдіретті тікен. Ол бір бауыр, былай қарасаң сондай нәзік қой. Қолыңмен түртіп қалсаң кесіліп кетеді. Бауыр ауырған кезде бір денеде дақтар пайда болып, бір бөрткен пайда болып, бір белгілер беретін шығар. Ол болатын адамда болады. Болмайтын адамда түкте жоқ. 2 сантиметрден жоғары болған тастарды алмау керек дейміз. Ал осы бауыр өт жолдарына тән қандай симптомдар болады? Ең алғашында анықталатын. Яғни ең басында бауыр өті зақымданып бастағанда адам қалай сезіледі ол симптомдарын айтып? Бауырдың жеке өзіне қаратып айтсақ, бауыр деген тікен сондай бір құдіретті тікен. Ол бір бауырдың сыртында бір қабат жұқа мембранасы болады, қабы болады. Бауыр, былай қарасаң, сондай нәзік қой. Қолыңмен түртіп қалсаң кесіліп кетеді. Сондай нәзік, ол ішінде белгілі деңгейде бір ауру болса, мысалы, эхинококты мысал қалайық, бауыр клеткасының ішінде осындай жұмыртқаның үлкенде эхинокок дегенсі, ол сенің бауырыңды сыздатып, ауыртып, өйтіп. Олай болмайды. Тек қана рентгенде бір байқамай, мына медосмотр кезінде ғана байқалып қалатын жағдай болады. Қалған кезде мен білмеп едім дейсің. Бауырдың соншалықты өзінің буферлік эффекті сондай күшті. Ал бауыр әдетте оңайлықпен ауырмайды. Ал бауырым ауырды деген сөз көбінесе бізде айтатын өт қабының ауыруы. Бауыр өзі оңайлықпен ауырмайды. Ауырды деген сөз ол өте кеш қалдың деген сөз. Сен өзіңді клиникада байқап көрсің, бауырым ауырып деп жүреді ғой. Сол қазақтарды тексеріп көрсең, 99-ы өт қабы. Өт толып тұрады, не болмаса хронический холецист дейді, я болмаса өт тас ауыру. Ал бауырдың өзі оңайлықпен ауыра қоймайды, оңайлықпен ауыруға шалдықпайды. Шалдыққан күні мысалы бауыр рактары басталып, ол мына жерінен қабырғаның, оң жақ қабырғаның астынан белгілі деңгейде түртіп, жоғары қарай көтерілген кезде де бар, бауырым сыздап, ауыратын болды осы жағым деп адамдар айтады. Ол жұмыртқадай осындай деңгейде үлкен оңайлықпен ауырмайды ол. Міне сондай орган. Сондықтан менің көбінесе айтарым, бауырды сондай аурудан ертерек байқап алдын алып тұру үшін жаңағы ультрадыбыс сәулелі аппарат УЗИ дейміз ғой, соған жылына кем дегенде 2 рет. Ол организмге зияны жоқ оның. Соған салып, тексеріп, бауырда бір нәрсе, артық тұрған бір нәрсе бар ма жоқ па, соны қадағалап қарап отыру керек. Бауыр ауырған кезде бір денеде дақтар пайда болып, бір бөрткен пайда болып, бір белгілер беретін шығар. Бұл енді бастапқысында. Мысалы гепатит болған кездерде, яғни бауырда басқа аурулар болған кезде, мына алақаны қызарып кететін. Немесе кейбір адамдарда пигменттердің метаболизмінің әлсіреуінен беттерге бүйтіп қара дақтар пайда болатын, осындай жағдайлар болады. Бірақ бұл бауыр ауруының абсолютті белгілері емес. Ол болатын адамда болады. Болмайтын адамда түкте жоқ. Болмайды. Ал енді өт жол жайлы айта кетсек? Енді өт деген бұл бір өзі осы өт және өт жолдарына келетін болсақ, қазіргі кезде және осы біздің тағам мәдениетіміздің өзгеруіне, қазіргі заманға байланысты өт және өт жолында аурулар көбейіп кетті. Ол неге десең, артық тамақтану. Артық тамақтанғаннан кейін өт жолында өт қоюланады. Тамақтың уақытында дұрыс болмауы әсер етеді. Әрине. Тамақты өз уақытында жемесең, артық глюкозаны қамтамасыз ету үшін шеткі ткандерге майлар жиналады ғой. Майлар бауырға келіп, бауырлар ол жерде глюконеогенез процесс арқылы жаңағы организмді глюкозаны қамтамасыз ету керек. Мысалы айтқанда. Сондықтан өт жолының ауруы көбінесе тағамдармен тікелей қатысы болады. Мысалы, өттің құрамы, өт сұйықтығының құрамы ол фосфолипидтер, холестерин, өт қышқылы және басқа да пигменттерден тұрады. Соның ішінде фосфолипидтердің мөлшері қаншалықты көп болса, өт соншалықты сұйық болады. Оның ішінде холестериннің мөлшері қаншалықты көп болса, соншалықты қоюланады. И холестерин немесе жаңағы пигменттер тұнбаға түсіп, біз айтып жүрген өт тас ауруын пайда қылады. Сондықтан өт қабын қалыпты деңгейде аурусыз ұстап тұру үшін ең алдымен жаңағы тұнбаға түсудің алдын алу керек.
Ол үшін жаңағы о бастағы жейтін тағамыңнан тартып, ішетін ішімдігіңнен тартып, соған назар аудару керек. Ал егер мына өт тас ауру пайда болып өтін алып тастағаннан кейін бұл жер қалай жұмыс істейді? Жалпы кейінгі кездердегі кейбір клиникалық зерттеулерде мындай бір жағдай бар. Өттің ішінде тас болып, ерекше бір жаныңа батып кетпесе, ауыртып кетпесе, немесе өт тасының сырты майда болса, амал бар 2 сантиметрден жоғары болған тастарды алмау керек дейміз. Неге? Бұл жерде мына бір қызық жағдай бар. Сен өт тасын, өтті тіліп, ішіндегі тасталып, өтті қайтадан текіп қоюға келмейді, болмайды. Бұрын жасаған. Бірақ кейінгі кезде бұл операцияның өте қат екендігі білінді. 90-шы жылдардан кейін, 80-шы жылдардан кейін ол өтті құрсақ қуысын ашып, өтті тіліп, ішіндегі тасталып, қайтадан өтті жам. Олай істемейтін болды. Әгер өт тас ауруы ол міндетті түрде алмаса болмайтын деңгейде болса, қатты ауыртса, немесе жедел деңгейдегі кептелісті пайда қылса, бітеліп қалса, осындай жағдайда міндетті түрде, немесе кептелісті, немесе бітелуді пайда қылу қаупі бар болса, оған қосылған жедел деңгейдегі холециститті пайда қылса, онда оны өтті алып тастау керек. Алып тастау әзір лапароскопиямен үштесіп кеседі, ішінен өтті суырып алып тастайды. Бірақ бұл жерде жаңа өт тасты алмау керек дегеннің бір себебі 50%-дан астам, солай ғой деймін, ұмытып қалдым, адамдарда өт қабын алып тастағаннан кейін өттің жалпы түтікшесі бар ғой, ішекке түседі. Сонда қайтадан тас пайда болу, немесе холангит пайда болу мүмкіншілігі артады екен. Ал жаңа өт қапшығын алып тастағаннан кейін ол енді өт қапшығысынан жерде қалай жұмыс істейді? Ол бауырдан түзіледі, 24 сағат тоқтаусыз 12 ішекке түсіп тұрады. Ол өт қышқыл, ол ішін әрдайым ауыртып тұрмайды? Жоқ, ол ауыртпайды. Ол өт қышқылы, қышқыл деуден гөрі сәл сілтілі жаққа бейімдеу болады. Ол жаңа 12 ішекке түседі, сол 12 ішекте жара пайда қылып. Ол жара пайда қылып. Енді азырақ артық істемел болатын шығар. Бірақ мәйлі асқазан болсын, мәйлі ішек болсын, оның қорғану функциясы сен екеміздің ойлауымыздан неше 10 есе 100 есе құдіретті болады. Өте бір ерекше бір жағдай болмаған жағдайда ас қорыту жүйесінің қорғануы деген өте күшті. Мысалы, қойды сойғаннан кейін қарайтын болсаң, ішектің ішкі қабатында жылымшық бір зат тұрады ғой. Соны сен қырып шығара алмайсың ішектің бетінен. Сол жаңағы полимукосахарид деген осы. Ол ішектің асқазанның бетін бір қабат қорғап тұрады. Ол жерде әдеттегі зат оны тесіп өтіп, ары қарай бару. Әрине, көптеген жағдайлар дейміз, 12 ішектегі ойық жара дейді. Ол көбінесе сондай заттардың әсерінен емес, мына нервтен, сол 12 ішектегің ұлтабар бар ғой, сол жердегі майда артериялардың артық спазмынан ол жер қанталайды. Сол ішкі механизмнен барып жара пайда болуы әлде қайда жоғары болады сыртқы әсерге қарағанда. Содан барып қанталағаннан кейін жерде тікендер өледі, өлгеннен кейін барып сол жерде жара пайда болып, содан барып арғай 12 ішекте ойық жара, асқазанда ойық жара дейтініміз осындай жағдайлардан болады. Ал жаңа өтті алып тастағаннан кейін тамақ жегенде сол тамақ қорытатындай өт түзіле ала ма? Жалпы түзіліп тұрады. Жалпы оны түзіле алады деп айтатын себебім қазірге дейін өтті алып тастағаннан кейін сен мәйлі май жейсің бе, ет жейсің бе, соларды әсіресе май қоян, майларды эмульсиялай алмай организмнен шығып кетті десе, онда қазақтың тілінде майтышқақ пайда болады. Диарея, яғни май сойбеті үлкен дәретпен шығып кету керек. Бірақ өт қапшығын алып тастағаннан кейін осындай сапсым адамдарда майтышқақ пайда болды дегенді тым аз естиміз ғой. Демек, ол деген сөз өтке 24 сағат үзіліссіз түсіп тұрған өт сұйықтығы жеткілікті деңгейде эмульсиялауға қабілетті деген сөз. Түсінікті. Ал осы өт толған кезде өт тас ауруын алдын алу үшін жылчегон дейді ғой, өт айдайтын дәрілер ішкен дұрыс па? Және қалай ішу керек оны? Бұл жерде шарт бар. Бізде соның алдында бір айта кететін нәрсе, бізде клиникалық диагностикада, әсіресе жаңағы УЗИ-де
көбінесе адамдарға өтім толып кетті деген диагнозды қояды. Мен осы сөзді көп түсіне бермеймін. Неге дегенде, өтті және бауыр ауруы бар деп күмәнданып, лабораторияға жіберетін адамдарды ашқарын жібереді. Дұрыс па? Дұрыс. Ашқарын жіберді деген сөз, таң атқанша сенің ішегіңде артық тамақ болмағаннан кейін өт қабына жиналған өт сұйықтығы ол түспейді деген сөз. Жинала береді. Ол кезде өт толып тұрады. Сондықтан сен таңертең барып бірден үзеге түскен кезде өт қабы міндетті түрде дегірейіп толып тұру керек. Содан кейін барып өт қабының функциясын зерттеу үшін барып үзеге түсіп тексеріліп болғаннан кейін өзіңе бір жұмыртқа ала кел деп айтады бұрын. Біз оқып жүрген кезде солай әкеліп сол жұмыртқаны сол майданда жейсің, жегеннен кейін 30 минуттан қайтадан немесе 1 сағаттан кейін қайтадан үзеге түссе өттің ішіндегі сұйықтық бірақ шығады. Неге? Эмульсия қорыту керек. Сондықтан бұл нәрсеге өте бұны өт толып тұр екен деген сөз, дәрігерлер оны бір ауру деп айтпаған болу керек. Өтің толып тұр екен деген сөз дұрыс деген мағынаны білдіретін болу керек. Бірақ ол аурулар жөнінен алғанда ол не деп түсінеді? Ойбай, менің өтім толып кетті. Барлық сөйтіп келеді. Әшейін мен осы өтім толып тұр екен, өстіп тұр екен дейді. Ол өт толып тұрғанның осындай жағдайы бар. Ал адамдар запыран құстым деп атады ғой, ол не? Запыран құсу деген сөз былай деген сөз. Запыран деген сөз өт сұйықтығы. Ол өт сұйықтығы ана асқазан мен 12 ішектің түйілісетін жерде бір шеңбер мускул бар, ет бар. Оны біз сфинктер дейміз. Оқыдыңдар, қалыпты жағдайда ол ашық тұрады, жабық тұрады. Ал өт одан төменгі 12 ішектің төменгі бөлігіне кеп құйылады. Қалыпты жағдайда ол қайтпау керек. Қайтса да асқорыту өзін өте аз мөлшерде қайтатын болу керек. Ал енді кейбір адамдар белгілі себептерден, асқазандағы белгілі себептерден жаңағы сфинктер толық жабылмай қалса, немесе белгілі қатты құсу процесі болса, жаңағы сфинктер ашылғаннан кейін асқазанның ішіндегі заттар шығады. Асқазанның ішіндегі заттар шығып, кейбір 12 ішектің жоғарғы бөлігіндегі заттарды сорып құсқан кезде алып шығып кетеді. Ал жарайды, бұл екеуі кетті. Одан арғы ештеңе қалмай қалса қайтеді. Содан құсу деген асқазанның бір вакуумды пайда қылады. Сорады. Сорған кезде жаңағы өт қабындағы өтті сорып, ішектен алып шығып құсасын, ойбай, мен запыран құстым, өт көк көңбек дейтін адамдардың себебі сол. Оның басқандай ешқандай бір құпиялығы жоқ нәрсе. Жақсы, рахмет. Осымен бауыр өт жолдары жайлы жалпы түсініксіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі жолдары осы бауырдың әрбір ауруын жеке-жеке талдаймыз деген үміттеміз. Уатқан аға, сізге көп рахмет. Өздеріңе де рахмет. Сіздерге осы видео ұнаса, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астына комментарий қалдырыңыздар. Oldu mu? Қалай болды? Жақсы болды ма? Сен рас мақтап жатсың ба, өтірік мақтап жатсың ба? Деген осындай. Біз енді